Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Мен сіздерге бүгін арбитражды бастамасын сіздерге толығымен түсіндіріп кететін болам. Яғни нарықта 200, 300, 400 мыңға дейін сатып жүрген курстардың былайша айтқанда классический связка береді сіздерге. Сол классический связканы толықтай түсіндіріп беремін. Яғни арбитраждың не екенін полный түсініп өтесіздер. Жалпы ол үшін сіздерге мынандай Binance биржасы керек. Осы Binance биржасының ішінде барлығы, яғни криптоны алып сату осы Binance биржасының ішінде жүзеге асады. Бұл Binance биржасы өте сенімді биржа, яғни бұл Binance биржасы бізде жаңа криптоны алу немесе сатуға екі ортада тұрған посредник деуге келеді. Бұл әлемдік деңгейде номер 1 болып саналады бұл биржа. Жалпы осы Binance деген платформаға кіреміз, және де осы платформада осыны кірген кезде P2P торговля деп тұрады. Осыны басамыз. Одан кейін бізде осындай бет ашылады. Яғни бізде купить и продать деген тұрады. Бұл купить продать деген бұл қарапайым клиенттерге арналған. Ал мына объявление беріп қойған адамдар олар арбитражниктер болып саналады. Жалпы қараңыздар, біз арбитражник болу үшін не істейміз? Бұл жерде бір үлкен дүние жоқ, қарапайым ғана нәрсе. Қараңыздар, біз продать жаққа объявление береміз, яғни біз купить деп сатып аламыз деп объявление береміз, бірақ та бізге продать жаққа көрініп тұрады, то есть клиенттерге продать жаққа. Яғни бұл не деген сөз? Мысалға біз USDT криптосын сатып аламыз десек, ол, то есть объявление береміз, тура осындай болып біріншіге шығып тұрамыз, немесе бірінші, немесе екіншіге. Сол жерде басқа клиент өзінің криптосын сату үшін ол продать деп басып кетеді. Бұл жерде, бұл бетте просто клиенттерге арнап көрсетіліп тұрады да, основной. Сондықтан оған қатты мән бермеңіздер. Значит, біз арбитражник болып сатып болатын болсақ, продать дегеннен сатып аламыз, және де сататын кезде купить деген жақтан сатады екенбіз. Енді есептеп жіберейік. Мына жерде способ оплата деген бар. Осы жерде Кассибанк деген таңдаймыз. Жалпы мен сіздерге қазір көрсетіп кетемін. Не үшін қалай сенімді, қалай жалпы сенімді түрде ақшаны сатып алуға болады, соны көрсетіп кетемін. Қараңыздар. Мына жерде міне 453-те 30-дан сатып алуға болады. Яғни біз объявление беріп, осы суммадан сатып алуға болады. 453-те 30 емес, біз жалпы 28-ден берсек те бола береді. 29-дан примерно. Так, мысалға мен сіздерге көрсетейін. 453-те 30 деген ол қанша болады? Мысалға за крипто деген жерге 1000 USDT деп жазамыз. Ол за 5-қа 453.300 теңге. Яғни біз 1000 USDT-ді басқа біреуден сатып алатын болсақ, біз ол кісіге 453.300 теңге жібереді екенбіз. Түсіндік, иә? И және де біз мына жақта 454-те 55-тен қайтадан сатсақ болады. То есть примерно, да, осы суммалармен сатсақ болады. 1000 USDT, например, ол 454-те 550 теңге болады. Яғни үстіндегі бізде таза пайда, сонда 1000-1500 теңгедей примерно пайда болады. Енді өздеріңіз калькуляторға қоссаңыздар болады. Жалпы бұл бір кругтан осылай қалып тұр. Бұл әзірге. Жалпы бұл әртүрлі болады. Кейде 3000 теңге қалады, кейде 4000 теңге қалады, кейде 2000 теңге, кейде 1500 теңге деген сияқты. Мен сіздерге жалпы процесті көрсетіп жатырмын, иә. Қараңыздар, енді біз сатып аламыз деп объявление береміз. Яғни объявление беруді көрсетейін сіздерге. Объявление деген кіреміз ол үшін. Одан кейін аппликовать дегенді басамыз. Осы жерде міне бізде купить, және де бізде монета, тек қана USDT монетасын сатып аламыз, және де теңгемен сатып аламыз. Бізде сатып алу үшін 453-те 29-ға сатып аламыз дедік. Так, 453-те 29 деп осылай өзіміздің бағамызды қоямыз. Және де біз мына жерге 1000 USDT, яғни USDT сатып аламыз деп қоямыз. Сол кезде бізде астында шығып тұр 453.290 теңге деп шығып тұр. Жалпы мына жерге біз лимит қойсақ болады, яғни бізге 20.000 теңгеден бастап сатып аласын и 500.000 теңгеге дейін деген сияқты. Лимит қойсақ болады, және де способ оплата біз Каспи бүкіл осы банктермен, то есть сатып ала берсек болады. Қай банкте бізде ақша бар, сол банкпен сатып алуға болады жалпы.
жалпы далее деп басамыз. Мына жерде срок оплата 15 минут ішінде бүкіл нәрсені атқарып береміз деп тұрмыз. Жалпы 15 минут емес, 2-ақ минут жетеді. Далее деп басамыз. Және де мына жерде условияға третье лицо қабылдамаймыз деп жазылып тұра береді ол. И аппликовать деп баса саламыз. Готов. И осылай обновить етеміз. Сол кезде бізде объявление шығып тұр. 453-те 29. Енді осыған бізге USDT сататын адамды күтеміз. То есть қазір бізге орден ашылатын. Орден деген жерден ашылатын болады. Жалпы қараңыздар, міне уже бізге орден ашылды. Бір адам сатып аламын деп кеп тұр. То есть 22.211 теңгеге сатып аламын деп кеп тұр. Үстін басамыз. Бізге бірінші төлеу керек болады. Кімнен төлеу керек? Қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Кішкене күте тұрамыз. Ол бізге ақша төлегеннен кейін ол жақта төледім деп басады. Бізге жазып жатыр. Так, ойбай, біз сатып жатырмыз. Так. Біз төлейміз. Мен қателесіп кетіппін, кешірім сұраймын. Біз төлейміз, қазір сатып алайын деп жатырмыз. Поэтому так, мына жерде конфигурировать дегенді басамыз. Яғни номер картасы тұрады и аты тұрады. Біз яғни ол кісіге 22.211 теңгені жібереміз и ол бізге USDT-ді беретін болады. Так, мен қазір экранды өшіре тұрам, Каспиймен жіберіп алам, и одан кейін барып сіздерге қосатын болам. Так, қараңыздар, міне біз уже объявлениеміздің бәрін сатып, міне көріп тұрғандарыңыздай мүлдем қалмады. Енді біз орден дегенде мен бір кісіні әдейі алып қалдым, подтвердить етпей. Қараңыздар, мен сіздерге көрсетіп өтейін. Осы жерде мен жалпы осылай Каспий деп таңдағаннан кейін бұл кісінің уже ақшасын жіберіп қойғам. Бірақ осындай моментте жалпы третье лицомен сіздер ол адамға жіберуге болмайды. И және сіз олардан қабылдауға да болмайды бұл жерде. Яғни Binance аккаунт кімнің атында, сол адамның атындағы банктермен жұмыс жасау керек. Енді третье лицо жұмыс жасауға мүлдем болмайды. Яғни қараңыз, мен ол кісіге ақша жіберіп қойдым, енді мен төледім деп Binance-ға айтпайынша, Binance маған USDT-ін бермейді. Мен то есть оплата жасадым деп айттым, осы кезде айттым. Енді ол жақтан я маған түсті деп подтверждениесін көргеннен кейін барып маған ақша түсетін болады. То есть вот. И қараңыздар, міне оплачен дегенде тұр бізде 90.000 теңге, 90.866 теңге. Қазір осы кісі өзі бізге жасайтын болады. Яғни қарасаңыздар, міне мына жақта сделкалар тұр. Міне жаңа сделкалардың бәрін жасап тастадым осылай. 20.000 осылай, 40.000, 200.000 жалпы осылай әртүрлі сатып алды. И сіздердің былайша айтқанда 1 миллион, 2 миллион теңгелеріңіз бір ары кетсе 15 минуттан аспай сатып алып отырады. Қазір мен сіздерге сатуды көрсететін боламын. Жалпы мен сатуға объявление бере берейін. Қараңыздар, біз продать деп сатқаннан кейін, яғни біз купить жаққа стаканға шығаратын боламыз. Сонда Каспийді көреміз. Каспийді көрген кезде бізде Каспийда 450-де бізде уже жаңа 90.000 теңге подтверждение берді. Яғни ол кісінің USDT-і бізге келіп түсті. То есть қараңыздар, уже оплачен деген жерде жоқ. Ол завершенда келіп тұрады. Қарасаңыздар, ол мына жақта қалып кетті. Міне осы кісі беріп отыр. И қараңыздар, P2P торговля. И Каспийде міне мына жерде ең бірінші тұрған адам 454-те 50 болып тұр. Жалпы біз қазір продать деп берген кезде 454-те 52 деп қоя берсек болады. 54 деп қойсақ болады. Так, біз ол үшін қайтадан плюсикті басамыз мына жақта. И және де продать деп объявление береміз. Біз, значит, продать деп берсек, басқа клиенттер, қарапайым клиенттер бізден купить етіп сатып алу керек. Оларға купить болып көрініп тұру керек, өздерінің ақшаларын бізге беріп кетеді. Так, 454-те 54 деп қоя салайық бағасын.
Одан кейін бізде 1000 USDT деп жаза саламыз мына жерге. 1000 USDT. И біз Халықбанк және де жоқ, біз Кассибанкты белгілей саламыз. Яғни біз Кассибанкпен қабылдаймыз. Бізге Кассибанкке ақша аударып береді, біз оған USDT-ді беріп отырамыз. Далее дейміз. Біз жаңа сатып алған болатынбыз USDT-ді, енді сатамыз. Аппликовать дейміз. Все, готов. Қараңыздар, міне осылай жанып тұрады. Яғни ішінде ақшасы бітіп қалса, тура осылай мед болып тұрады. Жалпы мына жерде продать деген шығып тұр. Мына жаққа кіріп қараймыз. Бізде осылай шығып тұр. Так, изменить быстрее деп аккаунтты ауыстыра саламыз. То есть лимитті ауыстыра саламыз. Яғни 20 мыңнан қоя саламыз. Бізден сатып алушылар көп болсын. И күтеміз. Кішкене күте тұрамыз. $450 мыңға уже бір адам сатып алам деп сразу объявление келіп тұр, көріп тұрғандарыңызда, иә. Міне, сразу ашылды, бір адам сатып алам деп. Осылай көп уақыттарыңызды алмайды, осылай жүре бересіздер. Бұл адам маған ақша төлегеннен кейін мына жерде подтвердить деп шығып тұрады жалпы. Қазір кішкене күте тұрамыз. Және де мына жерде чат болады, сол чатқа кіріп сөйлессеңіздер болады. Міне маған түсті уже 450 мың теңге. Бірақ осы адамнан түсті ма, осы адамнан түскен жоқ па, оны бір тексеріп көруіміз керек, міндетті түрде. Тахир деген адам екен, қазір көреміз. Тахир деген L дегеннен түсті. Лутфулла дейді. По-моему, бұл өзбек. Енді біз ары қарай уже осы адамнан дұрыс түсті. Егер осы адамнан емес, басқа да бір адамнан түсетін болса, онда қабылдамауымыз керек. Яғни ол третий лицо. Ол кезде сіздерді алдап кетуі мүмкін. Оған байланысты жалпы басқа да видео сабақтар бар, яғни треугольник деген, яғни мошеннический схеманың бір түрі бар. Оны көрсеңіздер, яғни түсініп аласыздар. То есть бізге ақшаны жіберіп қойды. Енді біз бізге ақша түсті деп айтатын боламыз. Сол кезде ол адамның USDT-ін автоматты түрде оған береді. Қазір біздің USDT Binance'да тұр. Подтвердить деп басамыз. И осыны бетімізбен тексереді. И ары қарай біз оған USDT-мізді беріп жібердік. Готов. Все, жалпы классический связка деген осы, яғни мейкер болып объявление бересіздер. Бірақ бір нәрсені ескере кеткен жөн, сіздер енді Binance'ға регистрация жасайтын болсаңыздар, онда 30 күн міндетті түрде күтулеріңіз керек. Яғни объявление беру үшін, тура осылай объявление беру үшін 30 күн міндетті түрде күтулеріңіз керек. Және де 20 сделка жасауларыңыз керек. Ол 20 сделканы еще араларын бір сағаттан ажыратып жасауыңыз керек. Және де бір сумаға қайта сатып алмауыңыз керек. Яғни күніне 3 рет сатып алуға болмайды. Егер күніне 3 реттен бір суманы, мысалға 5000-5000-5000-нан 3 рет сатып алсаңыз, значит сіз Binance'да блокқа кетесіз. 3 жылға немесе 5 жылға блокқа кетіп қаласыз. Сондықтан да ол нәрседен абай болған жөн басында бастаған кезде. Жалпы солай, классический связка деген осы. Жалпы сіздерге осы ақпарат, осы видео ұнаған болса, онда сіздер лайк басып, комментарий қалдырып, өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Және де басқа да сіздерге международный связкалардың түрлері керек болса, бізге хабарлассаңыздар болады.